Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай молочная девочка тортын жасаймын. Жасалу жолы өте оңай. Жасалу жолын білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ол үшін шым тұзға 3 жұмыртқаны жарып алдым. Одан кейін жақсылап миксерлейміз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта жаңа видеоларым шығады. Соны видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып кетіңіздер. Мен бір банка сгущенка қостым жаңа. Сгущенкамыз сапалы болу керек. Менде 3 желание сгущенкасы 380 граммдық. Жақсылап араластырып алдық. Сгущенка қосып, одан кейін 160 грамм ұн қостым. 160 граммнан артық қосып керек емес. Мен бәрін өлшеп қосып отырмын. Оған 10-15 грамм разрыхитель қосамыз қазір. Осы ұнның үстіне. Енді разрыхитель қосып отырмын. Оның үстіне қосып араластырып аламыз. Тестіміз осындай болады. Менде формамын сантиметр 25 сантиметрлік. Пергаменттің үстіне формамның несін қойып, үстіп, тегістеп құйып аламыз. Менде 7 корж шықты. Осындай форманың кольцосын қойып құйсаңыздар, корждарыңыз тегіс шығады. Жан-жағын кесіп, етіп не істемейсіздер. Үстіп, 2 ас қасық тесті қостым. Соны тегістеп жағамыз. Толық рецепт описаниеда болады. Енді крем дайындаймыз. Ол үшін 4-5 ас қасық сахарный пудра. Сахарный пудраны әркім өз қалауынша қосады. Оған 700 мл 33% табиғи сливка қосамыз. Менде Шутское озеро. Соны қоюланғанша соғамыз. Сливканы қатты көп соғуға да болмайды, май болып кетуі мүмкін. Тортымызды жинаймыз. Кольцоға салып жинап жатырмын мен. Кольцо болмаса, былай да жинай беруге болады. Корж, одан кейін крем құямыз, крем жағамыз. Кремді жақсылап жағамыз. Мен корждарымды тортты жинайтын кезде аламын. Сол кезде корждарым сынбай жақсы болып шығады. Міне үстіп корж, крем, каждый слойына крем жағамыз. Тортты жинап болғаннан кейін міндетті түрде 2-3 аз дегенде 2-3 сағатқа пропиткаға қою керек. Холодильникке. Сол кезде әдемі жұмсақ болып шығады. Кольцосын алып тастап, енді бетін тегістейміз. Тегістеп, сметаның крышкасын қойдым да бетіне әдемілік үшін. Оның жан-жағына вафельный крошка сеуіп отырмын. Сәндеу әркім өз еркінде. Мен вафельный крошканы кондитерский магазиндерде сатылады, сол жерден алдым. Вафельный крошканың орнына кокосовый стружкамен де сәндесеңіз болады. Тортымыз осындай болып шықты. Тортым жұмсақ, дәмді болып шықты, бірақ кесілгені видеоға түспей қалды. Мен видеомды соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.